Жақынды жаралама, алысты қаралама. Малайсарының ауылы төменгі Топайлы қаласының аузында екен. Сырым ауылына келгенде қарт азғантай қойының алдында жүр екен. Аға, кім болдыңыз деп сұрапты Малайсары. Шырағым, кім болайық, осы жердегі аз үй танамындағы, депті. Сонда Сырым: тананың қайсысы? 7 үй жиынбекпісіз, 5 үй Бессарымысыз, тышқан құлақ Асанбысыз, төлеуден алған құнанбысыз, дегенде Малайсары: шырағым, тананың пәленімін деп неғылайын, танысаң танырсың, мен де сені танып тұрмын. Даттың аузына шайтан түкірген, бір қу аяқ баласы атқа мінді деп естідім, сен сол бала боларсың, депті. Сонда Сырым: пәле аға, сол бала боламын. Ауылдан шыққанда сізді сөзбен ұтсам, тананың алжыған шалы деп күлкі қылайын деп, сөзден ұтылсам, ат мінгізіп шапан жауып батаңызды алайын деп аттанып ем. Ұтылдым, батаңызды беріңіз. Атыңыз мына астымдағы атым, шапаным мынау, деп үстіндегі шапанын шешіп беріпті.